уәдеге берік жігіт. Ертеде ағайынды 3 жігіт болыпты. Үшеуі де сіңірі шыққан кедей екен. Тапқандары ішіп жеміне жетпепті. Бір күні шөп шауып қатты қалжыраған ағайындылар көлеңкеде демалып отырса, қастарына бір топ қара торғай қонады. Бірінен бірі озып, жердің жемдерін шоқып жүрген торғайларды қарап үлкені: «Шіркін-ай, осындай қаптаған малым болса, өмір бойы кісі ренжітпей өтер едім» дейді, қауғадай сақалын сипап. Сонда ортаншысы тұрып: «Я, менің де осындай қора-қора қойым жүрсе, өмірімде адам баласынан аярым болмас еді» деп армандайды. Кенже інісі үндемей отырып, ағалары: «Ал сен қайтер едің?» деп сұрайды. «Мен бе, менің осынша көп малым болмай-ақ, тұрмысқа тиек баларлықтай азуын-аулақ тұяғым болса да жетеді» депті. «Басымда баспанам, қасымда парасатты жарым болса, мен де ешкімді ренжітпей өмір сүрер едім» деп жауап береді. Олар осылай қиялдап отырып, қастарына келіп тұрған қарияны байқамай қалады. Сақалы тізесіне түскен ақ бас шалдың қайдан пайда болғанын білмей, үшеуі атып-атып тұрады. Сонда қария тұрып: «Менің есімім Уәде, сендердің әңгімелеріңді мынадан естіп тұрмын. Берген серттеріңде тұрсаңдар, сендерге сый жасаймын» дейді да, таяғын көтеріп: «Жасаңыз, қария, жасаңыз» деп жамырсынып ағайындылар: «Ендеше жарайды, сен екеуің мал дедіңдер ме? Барыңдар, сонау жасыл төбенің астында қора-қора қой жатыр. Бірін қара түстісін, екіншісі ақ түстісін бөліп алыңдар» деп күнге шағылысқан таяғын сілтеп-сілтеп қалады. Сонда кішісіне қарап: «Ал сен ана бір түтін шыққан жерге бар. Үй десең үйді де, жар десең жарды да, азын-аулақ малды да сол жерден табасың. Бар тілегіңе жет» деп ақсақал көзден ғайып болады. Осыдан бастап ағайындылардың тұрмысы түзеліп, дәулетті өмір кешіп жатады. Тізіліп күндер, жылыстап жылдар өтеді. Бір күні Уәде қасына пейіл мен бақытты ертіп, сол жігіттерді барып сынайық деп жолға шығады. Алай-түлей боранда алдымен ағайындылардың үлкендерінің үйіне келеді. «Әй балам, құдайы қонақпыз, мына боранға ұшып өлгелі тұрмыз, отыңа қақталып, аяғымызды жылтып шығайық» депті. «Рұқсат ет» дейді. Қариялар дауыстары дірілдеп, малына ие бола алмай долданған бай: «Осындай қым-қуат қой қырылып жатқанда қонақ емес, құдайым болсаң да алуақ» деп ақырады. Сақалдарына мұз қатып қалтыраған қариялар одан шығып, ортаншысының үйіне келеді. Ол да ашуға басып қондырмай жібереді. «Я, бұлардың сыйқын көрдік, енді не болса да кішісінің үйіне барайық» дейді Уәде. Шабаланы үрген ит даусымен атып шыққан үй иесі қонақтарды қолтықтап үйге енгізеді. Асты-үстіне түсіп жақсылап күтеді. Жігіттің жары да дұрыс адам екен. Кәрі кісілердің көңілінен шығып, ас-суын аямай жағдайларын жасайды. Ертеңгісін қонақтар жолға жиналады. Сонда Уәде тұрып: «Балам, сый құрметіңе қандық. Өлімнен ұят күшті дегендей, уәдеңе берік болатындай жігіт екенсің. Аз дәулетке мас болып, дүниеқоңыз болып кеткен ағаларыңа ұқсамайсың» деп таяғын сілкіп қалады. «Өркенің өссін» деп. Шалдың ақ батасын алған кенже ұл мен әйелінің бұрынғыдан да бақытты өмір кешіпті. Содан бері жақсы адамдардың қасына бақыт та пейіл де қайта оралып, мәңгілік бірге болған деседі.